Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 4-ші сынып математика 3-ші бөлім. 82-ші сабақ. 9-ші, 11-ші беттердегі барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түсімділік. Қозғалысқа түсімділікке берілген есептер бөлімі. Бірінші тапсырма. Есепте жауаптарын кему ретімен орналастырсаң, сен пісіп жетілген дәнді дақылдар немесе басқа өсімдіктер, жемістер, саңырауқұлақтардың мөлшерін қалай айтатынын білетін боласың. Кестеге назар аударып, осы жерде берілген өрнектерді шығар. Өзімізді тексерейік. 7598-ді 5-ке көбейтсек, 37990. 8560-ды 5-ке көбейтсек, 42800. 9063-ді 5-ке көбейтсек, 45315. 3569-ды 5-ке көбейтетін болсақ, 17845. 5698-ді 5-ке көбейтетін болсақ, 28490. Осы берілген мәндерін кему ретімен орналастырайық. Бізде түсім деген сөз шығады. Есіңде сақта. Егіннің түсімділігі М бұл аудан бірлігінен С жиналған егісінің өсімдіктің массасы. Олай жағдайда біз мына формулаларға жүгінеміз. М белгісіз болғанда М-ді С-ке бөлеміз. С белгісіз болғанда М-ді М-ға бөлеміз. М белгісіз болғанда М-ді С-қа көбейтеміз. Екінші тапсырма. Есепте 900 тонна азайтылған 3 тонна 2 центнер бөлінген 8 центнер, көбейтілген жақша ішінде 66500 килограмм бөлінген 19 қосылған 15 тонна 2 центнер. Осы берілген өрнекті шығарып көрейік. 900 000 килограммнан 3200 килограммды азайтып, оны 800-ге бөлу керек. Әрі қарай жақша үшін орындаймыз. Бізде 825200 килограмм шығады. Ол дегеніміз сөз 825 тонна 2 центнерге тең. Үшінші тапсырма. Кестеде берілген мәліметтерді оқы, есепте және жаз. Өсірілетін дақыл, бидай, мақта, картоп, түсімділік, егістік ауданы және осы ауданнан жиналған түсімнің жалпы массасы берілген. Бірінші кестеде бізде жалпы массасы белгісіз. Ол үшін 6 центнер гектарды 100 гектарға көбейтеміз. Яғни ол 600 центнерге тең. Келесі өсірілген дақыл мақтаны табатын болсақ, бізде егістік ауданы белгісіз. Ол үшін 1500 центнерді 15 центнер гектарға бөлеміз, 100 гектарға тең. Картоп өсірілетін дақылын шығару үшін бізде түсімділік белгісіз. Ол жағдайда 500 центнерді 50 гектарға бөлеміз, ол 10 центнер гектарға тең. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Көктемде жалпы ауданы 50 метр квадрат болатын 2 гүлзарға қызғалдақтың баданалары отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей. Бір гүлзарда 400 бадана, ал екіншісінде 600 бадана бар. Әрбір гүлзардың ауданын табу керек. Ең алдымен шартын құрастырайық. С тең, яғни ауданы 50 метр квадрат. Бірінші гүлзар М1 400 бадана, екінші гүлзар 600 бадана. Біріншінің және екіншінің аудандарын табамыз. Ол үшін біз бірінші және екінші гүлзарды қосамыз. 400-600-ге қосамыз, 1000-ді береді. Әрі қарай 1000-ді ауданға бөлеміз. 1000 бөлінген 50 тең 20 қызғалдақ бананасы шығады. Біріншінің ауданын табу үшін осы ауданын, яғни 400-ді 20-ға бөлеміз, 20 метр квадрат. Екіншінің ауданын табу үшін 600-ді 20-ға бөлеміз, 30 метр квадрат. Жауабы бірінші гүлзардың ауданы 20 метр квадратқа, екінші гүлзардың ауданы 30 метр квадратқа тең. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Бір фермер құлпынайды қарапайым тәсілмен өсірді. Сондықтан оның түсімі 10 килограмм метр квадратты құрайды. Екінші фермер жаңа тәсілді қолданып, әрбір квадрат метрден 3 есе артық құлпынай жинады. Егер екі фермердің әрқайсысы құлпынайды 900 метр квадрат жерге отырғызған болса, онда олардың әрқайсысы қанша түсім алды? Екінші фермер қанша құлпынай артық жинады? Ең алдымен шартын құрастырып аламыз. М1 10 килограмм метр квадратқа, М2 белгісіз 3 есе артық, әрқайсысы 900 метр квадраттан және әрқайсының
қанша түсім алғанын белгісіз. Ол үшін бірінші біз 10-ды 3-ке көбейтеміз, 30 килограмм метр квадрат. Екінші тәсіл 900-ді 10-ға көбейтеміз, 9000 килограмм. 9000-ды 30-ға көбейтеміз, 27000 килограмм. 27000-дан 9000-ді азайтсақ, 18000 килограмм. Жауабы: бір фермер 9000 килограмм, екінші фермер 27000 килограмм түсім алды. Екінші фермер 18000 килограмм артық құлпынай жинады деген сөз. Бесінші тапсырма. Кестеге назар аудар. Мынадай жағдайда белгісіз жаманы қалай табады? Еңбек өтілімділігі, жұмыс уақыты және барлық жұмыстың көлемі берілген. Шебер, оқушы және станокты біз табуымыз қажет. Шебер 6 бөлшек, жұмыс уақыты 6 сағат, барлық жұмыстың көлемі белгісіз. Ол кезде 6-ны 6-ға көбейтеміз, 36 бөлшек. Келесі, оқушы еңбек өтілімдігі 3, уақыт белгісіз, барлық жұмыс 15 бөлшекке тең. Ол уақытта 15-ті 3-ке бөлеміз, 5 сағатқа тең. Станокты табу үшін еңбек өтілімдігі белгісіз, жұмыс уақыты белгілі, барлық жұмыстың көлемі белгілі, 180. 180-ді 2-ге бөлеміз, 90 бөлшек сағат. Яғни сағатына 90 бөлшек жасады деген сөз. 6-шы тапсырма. Математика күнделікті өмірде қолданылады. Түсімділік өлшем бірліктерін қалай өрнектеуге болатын ойлан және түсіндір. Сен бір арды сотық деп атайтын білесің бе? Бір сотық 100 метр квадратқа тең. Олай болса, төменде берілген өлшем бірліктерін әрі қарай өрнектеп шығарайық. 50 тонна гектар тең болады. 50-ді 10 центнер гектарға көбейтеміз, 500 центнер гектарға тең. Бұл біріншісі. Екіншісі, 500 центнер гектарды табу үшін 500-ді 100 килограммға көбейтіп, оны 10.000 метр квадратқа бөлеміз. 50.000 килограммды 10.000 метр квадратқа бөлгенде 5 килограмм метр квадратқа тең. Үшінші, 5 килограмм метр квадратты табу үшін 5-ті 100 килограмм сотыққа көбейтеміз, ол 500 килограмм сотықты береді. 7-ші тапсырма. Есепте және тексер. Берілген өрнектердің жауабын баған түрінде шығарылған нұсқаларға қарап орындап алсаңыз болады. Балалар, бұл жерде барлық өрнектер орындалмаған. Әрі қарай өзің орындап шығарып аласың. 8-ші тапсырма. Тапсырманы мұқият оқы, түсімділікті салыстыру үшін алдымен не істеу керек? Қияр ашық жерде және жылыжайда өсіріледі. Ашық жерде өсірілген қиярдың түсімділігі 140 тонна гектар, ал жылыжайда 30 килограмм метр квадрат. Ашық жерде және жылыжайда өсірілген қиярдың түсімділігін салыстыру керек. Ол үшін біз 140 тонна гектарды тауып алуымыз керек. 140-ты 1000-ға бөліп, 10.000 килограмм метр квадратқа бөлеміз, ол 14 килограмм метр квадратқа тең. Әрі қарай, 14 килограмм метр квадрат, яғни 30 килограмм метр квадраттан кем деген сөз. Жылыжайда өсірілген қиярдың өсімділігі көп. 9-шы тапсырма. Есепті шығар. Екі жер учаскесіне қызғалдақтың баданалары отырғызылды. Бірінші жер учаскесі екіншісіне 30 метр квадрат артық, сондықтан оған 10.160 бадана, ал екіншісіне 6350 бадана отырғызылды. Егер әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей болса, онда әр жер учаскесінің ауданы қанша? Ең алдымен шартын құрастырайық. Бірінші жер бізде 10.160 баданаға егілді. Екінші жерде 6350 бадана отырғызылды. Әрі қарай табу үшін біз шешуіне назар аударамыз. 10.160-тан 6350-ді азайтып аламыз. 3810 баданаға тең. 3810 бадананы 30-ға бөлеміз, 127 бадана метр квадратқа тең. 1160-ты 127-ге бөлеміз, 80 метр квадрат. Екіншісі 6350-ді 127-ге бөлеміз, 50 метр квадрат. Яғни бірінші жер телімі 80 метр квадратқа, екінші жер телімі 50 метр квадратқа тең деген сөз. Басқа да тапсырмаларды бірге орындағыңыз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.